Ақбозат, қазақта сөз бар. Астыңдағы атыңа сенбе, қойныңдағы қатыныңа сенбе дейді. Өткенде әйелім бір жылқымен ұстап болдым. Комбо болды ғой кәдімгідей. Бірақ та сен адамдардан жақсысың ғой. Қанша жерін айғыр болғанмен өз биеңді теппейсің. Неге сен тағдырың ауыр Ақбозат? Ойлашы, сен бір семьяға өмір бақи қызмет етесің да, малын бағып бересің. Олардың какой-то жанмес баласы оқуға түсе алмай қалды да, сен кетіп қалдың мысалы. Обидно ғой, Вот ана сөзі сендерге айтуға болады. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз деген. Екеуміз ұқсаспыз Ақбозат. Сен де бәйгеге қатысасың. Мен де мына бәйгеде жүргеніне біраз болды. Осы бәйгеге қатысам деп оқуымнан шығып кеттім. Ата-анаммен ұрысып қалдым. Көздеріңнен көріп тұрмын. Бұның бәрі неге маған айтып жатыр деп тұрсың ба? Саған айтып жатқан жоқпын. Ау? Қазақстан инфраструктурасы неге дұрыс дамымаған дейсің ба? Неғып ақшысың ол? Сен миыңды ашытатын нәрсе ма сол? Бет алды сұрақ қоймаш, сен жылқысың ғой, жылқышыбай емес. Құрметті көрермендер, неге бұл жерге жылқымен шықты деп тұрған шығарсыздар? Себебі ешқандай бәйге жылқысыз өтпеген. Рахмет! Сіздермен бірге болған Айғыр және де Ақбозат!